Так, жылдық жоспар 9 құмалақтан жарысқа бару, волейболдан жарысқа бару, шахмат, жас блогер жарысына қатысу. Жас блогер? Ендеше қатысайық. Қайырлы күн, құрметті достар, менің аты жөнім Жапарбергенов Алтынбек. Мен блогермін. Қазіргі таңда қарапайым влогтармен қатар вайнды түсірем. Яғни вайн ол күлкілі әзілге толы скетчком видео деп айтсақ болады. Және де одан бөлек уақыттарымда мен кітапханаға барғаннан отам. Кітапханаға кірген сәттен бастап әрбір кітап маған бір ерекше ой сала бастайды. Кітап оқу адамның есте сақтау қабілетін жақсартады, сөздік қорын ұлғайтады деп мен әрдайым кітап оқып жүремін. Мысалы, мен соңғы оқыған Абай жолы кітабында көптеген өзіме керекті нәрселерді жадыма сақтап алдым деп айтсам болады. Және де қолым бос кезде мен басқа адамдарға видеоларды қалай түсіру немесе қалай монтаждау керек жайында кішігірім сабақ өткізгенді ұнатамын. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздер видео түсірудің жаңа үлгілерімен, яғни мобилографиямен танысатын боласыздар. Ең алдымен өзімізді таныстыра кетейік. Менің есімім Алтынбек, және де бұл менің көмекшім. Және де көрермендер, бүгін сіздер видео түсірумен қатар монтаж жасауды да үйренетін боласыздар. Сол себепті қалам дәптерлеріңізді алып дайын отырыңыздар. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Және де мен блогер болған соң журналистикаға қызығушылық әрине болады. Сол себепті де мен бір жағынан әзіл ретінде, бір жағынан журналист ретінде бір кішігірім видео түсірген болатынмын. Қабыл алыңыздар. Алло, брат, что там, қайдасың? В общем, қазір келем ғой. Давай. Қазіргі таңда жастардың басым көпшілігі қолданылған тауарының қалдығын жерге тастап кетуді әдетке айналдырған. Ал біз бұндай нәрсеге қарсымыз. Қоғамда қоқысты жерге тастау ол экономиканы, экологияны ластаумен бірдей. Тіпті бітірмегенде. Сіздермен бірге болған Жапарбергенов Алтынбек, Бақдәулет Сейтжаппаров, Боранбаев Нұрдәулет. Келесі кездескенше. Ал ендеше бүгінгі шығарылым аяқталды. Бізбен бірге болыңыздар. TikTok және Instagram әлеуметтік желілеріне тіркеліп кетіңіздер. Қызықтың бәрі алда. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Негізі 3 минуттық бейнетаспа жасау керек еді, бірақ 15 секунд жетпей қалды. Сондықтан 15 секунд осы тексті оқи тұрыңыздар.